мынандай құлдық санадан құтылып, емін-еркін өмір сүрсе, қазаққа қызмет етсем. 7 жыл кредитке отырған болатынбыз. Сіз 140 мың теңге төлейтін адам, қазір 70 мың теңге төлейсіз. Коблет алдық. Біздің переплатамыз 12 миллиондай. Өз көлігіңізді өзіңіз сатып аласыз. Құлдық санадан құтқаратын жоба ғой. Біз Біз бұл өмірге ақша тауып кредит төлеуге келген жоқпыз. Біз өмір сүруге, дайте мне просто жить без процентов деген сөз ғой. Тіпті керек болса жанымызды қиюға да бізді дайынбыз осы жобада. Қазіргі заманда көпшіліктер мына үй алғанда, автокөлік алған кезде дұрыс толық келісімшарттарды оқымайды. Және те сол келісімшарттардың арасындағы ай сайынғы төлейтін ақша дегенге келген кезде бір нәрсесін қылам ғой деп әрекет жасайды. Ассалаумағалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Біз бүгін шынайы әңгіме болсын. Рас айтайын, қазіргі уақытта көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақ, не үшін жұмыс жасайсыңдар, сендерге не пайда деген мәселелерді көп айтады. Соның ішінде қазір мына Оян қазақ деген кино жүріп жатыр дейді, кинотеатрда бәрі барып көріп жатырмыз, жылап жатырмыз дейді. Соның ішінде, яғни мен танитын адамдар айтады, нағыз сен өмірің сол жақта екен дейді, Құдай сақтасын. Мен алаш арыстар сияқты жаңағы тарихта жаңағыдай бір жылайтын кино болғым келмейді. Керісінше мына басқа жеңімпаздар сияқты, соғыста жеңіске жеткен адамдар сияқты кино болғым келеді. Кино мәселесін айтатын болсақ. Енді біз бұнымен не айтпақпыз? Қазіргі уақытта көпшіліктің бәрі кредитке кіріп алған. Жалпы ай сайынғы төлейтін ақшасы, өзінің қарызын төлейтін ақшасы кейде уақытта табыстан үлкен болып есептеледі. Мысалы үшін айтатын болсақ, біреулер мысалы үшін 250 мың теңге ай сайын жалақы алуы мүмкін, бірақ 300 мыңнан артық кредит төлеу мүмкін. Сонда мына қазақтардың осындай экономикалық сауатсыздық дейміз бе, қазіргі уақытта әлде ашкөздік пе, әлде білместік пе, соны білмеймін. Қазіргі уақытта бүкіл үйлердің құжаттарын бәрін банкке беріп қойған, ал банктың қожайындары кейбір уақытта шетел азаматтары. Қазақша айтқанда солай. Соны енді түсінбей жатып, бірақ енді бүгінгі еркін әңгіме болсын, есімізді айтып өтсеңіз, біз таныс отырайық. Менің есімім Көңілбай. Осы Асыл адам қорының негізін қалаушы, Бақытты отбасы жобасының авторы, көптеген әлеуметтік жобалар, оның ішіндегі Аманат драйв деген әлеуметтік жобаның авторымын. Бізге не пайда десек, мен пайдам, мен көргім келген адам, мен білгім келген адам, тура мен қасымда отыр, бірақ мен оны танымайды екенмін, сізбен танысып қояйық. Есімім Қарлығаш болады. Осы Астана қаласының тумасысыз? Осы Астана қаласының тұрғынымын. Осында тұрамыз. Оңтүстіктен көшіп келгенбіз негізі. Осында тұрамыз. Мысалы үшін осы бағдарламаны жазып отқанда мен сіздің Қарлығаш деген атыңызды да білмеймін, және де сізді толық көзім көрген жоқ. Бірақ осы бағдарламаны жазып жатқан кезде көз алдыма елестетемін. Осындай адам мынандай құлдық санадан құтылып, емін-еркін өмір сүрсе, мынандай адамдардың үйлерінің документін банкке емес, қолдарын алып берсем, қазаққа қызмет етсем, кезіндегі адамдар жанын берген болатын болса, алаш арыстар, Алла разы болсын оларға. Ал біз ең құрғанда уақытымызбен ақшамызды, дүниемізді осының жолында неге сарп етпесек? Тіпті керек болса жанымызды қиюға да бізді дайынбыз осы жобада. Міне қазір жобаның негізі ретінде айта кетейік, біз сізбен бүгін кездесіп отырған себебіміз, сіз осы жақында Аманат драйв арқылы үй алдыңыз ба? Отбасылық пакетке келісімшарт жасастық. Машинамыз бар тұғын. Автокөлік алдыңыз? Автокөлік алғанбыз. Өз автокөлігіңіз өзіңіз сатып ал деген бағдарламамен? Өз автокөлігімізге 7 жылға жаңағы кредитке отырған болатынбыз. Қалай алдыңыз автокөлікті басында? Қандай автокөлік алдыңыз? Chevrolet Коблет алғанбыз. Коблет алдыңыз? Коблет алдық. Қанша алдыңыз? Негізі біз банктен 5 миллион 200-ге алдық. 5 миллион 200-ге алдық. Біздің переплатамыз 12 миллиондай ақша шығып тұр. 5 миллионның қаншасын сіз алғаш жарнасын салдыңыз? 1,5 жыл біз жаптық қой. 142 мыңнан аймамай. 142 мың теңге. Сіз қанша жыл төлеуіңіз керек еді? 7 жылға алғанбыз. Яғни сіз 7 жылға қазір біз калькулятор қосып есептейік, адамдарға түсінікті болсын. Біз осылай есептеген кезде ғана адамдар толық түсінеді. Қазір мына нені сіз қазір 140 неше дедіңіз? Нақты цифраны айтатын болсақ, 141,756 теңге. Қанша жыл төлейсіз? 7 жыл төлейміз. 29 жылға дейін.
29 жылға дейін 7 жыл бойы сонда бір көбілет төлейсіз бе? Бір көбілет төлейміз. 7 жылға көбейтеміз оны 12 айға, сонда сіз 11 миллион 900 төлейсіз екенсіз, иә? Сондай 11 миллион 963 мың жаңағында тиынымен. 11 миллион 963 мың теңге. Сіз осыны білдіңіз бе, 11 миллион теңгеге төлейтінізді? Жоқ, білмедік. Сіз сонда алып жатқан көбелеттің бағасы 5 миллион 200. 5 миллион 200. Үстіне 6 миллион 700 төлейсіз. 6 миллион 700. Сіз бірден аса төлеп жатсыз ғой сонда. Сонда ай сайын 141 мың теңгеден бір жыл төлеген кезде қанша, бір жарым жылда қанша основной средства жабылды? Жалпы сомадан? 385 мыңдай жабылған. Основной долг. Бір жарым жылда, иә, солай есептеп берді өткен. 628 көбейтеміз бір жарым жылға, бірді 5-ке көбейтеміз 12-ге. 2 миллион 500-ден 300 мың теңге ғана... 300 мың, 385 мың сондай ақша құйылған. Енді қараңыз, осы жерде айта кетейік, есептесек адамдардың бәрі миы ашып кетеді. Бір жарым жылда сіз 141 мың теңгеден 2 миллион 549, 2 миллион 550 мың теңге төлеп тұрып, сіздің қазіргі таңда бір жарым жылда сіз 300 мың теңге ғана, мына 5 миллион 200-ден 300 мың, сонда қазір сіз 4 миллион 900 тағы қарыз болып тұрсыз. Ал енді сонда сіз бір жарым жыл, сонда 6 миллион теңге аса төлеп жатсыз. Сізге ешқандай ауырлық қылған жоқ ма? Иә, әрине ауырлық қылды. Қазір Амана драйвты естігелі бері, осында келіп, отбасылық пакетімізді ашып, біз автокөліктен бөлек және баспанаға да келісім шартқа тұрдық. Қазір мен енді Амана драйвтың несі бойынша, жобасы бойынша 4 жыл. 4 жылда біз 70 мыңнан ақша құятын болады. Сіз 140 мың теңге төлейтін адам, қазір 70 мың теңге төлейсіз, 4 жылға көбейтеміз 12 айға, сонда 3 миллион 360 мың теңге. Яғни сіз бізден 3 миллион 360 мың теңге қарыз қалдыңыз, соны пайызсыз төлеп бітіресіз. Бұл жерде бір мынандай халық бізде бір жаңағындай қорқынышты, жаңағы пирамида деп жатады, бұлар өтірік деп жатады. Соған қарағанда сіз енді мына құлдық санадан шығып, қазір еркін өмірге өттіңіз ғой енді. Сонда 70 мың мен 140 мың арасында кімнің алдап тұрғанын біліп тұрсыз ба сіз? Біліп тұрық, иә. Бізге қайда жеңілдік болды ғой бұл? Енді сіз қазір 70 мың теңгені өзіңіздің қалтаңызда қалса, 70 мың теңгені жаңағы Амана драйвқа төлесеңіз, сол 70 мың теңгені анау шетелден қаңып келген оңбаған банктерді толтырғанша қалталарын сіз өзіңіздің бала шағаңызға нан алып бермейсіз бе? Ең құрғанда ай сайын бір балаңыздың оқуын төлеп отырсаңыз, дұрыс емес пе? Енді сіз біздің жобаны түсіндіңіз бе? Жалпы негізі соны көргім келеді сіздің көзіңізден. Иә, түсіндім. Енді міне қазір енді баспананы күтіп отырмыз. Сонда қаласа, ол да насіп етсе, ол да ұзамайды, кеп қалады. Мына машинаны, автокөлікті біз 2 күнде рәсімдеп бізге шығарып берді. Рефинансирование сөзді айтпаңыз. Құрсын мына қазір көріп отырған банкерлер ренжиді. Ол лицензияда жатады екен де ол. Лотерей деген сөзді де лицензияда болған ғой біреу жаңағыдай. Сол сияқты. Бұл жерде өзімнің көлігімді өзім сатып алдым десеңізші. Көлік кімнің атында болды? Жолдасым атында ғой. Қазір кімнің атында? Жолдасым атында. Жолдасының атында. Бірақ көліктің документі өзіңізде ай сайын 140 мың теңгенің орнына 70 мың теңге төлейтін болып қалдыңыз, дұрыс па? Өз көлігіңізді өзіңіз сатып алдыңыз. Банкке келдіңіз, не дедіңіз? Содан бастайықшы. Көлігімді сатып аламын, остаточный стоимость есептеп берді. Ол сізден 5 миллион 300-ден 300 мың бір нәрсе мың теңгені алды, сол жаңағы 4 миллион бір нәрсені есептеп берді. Иә, қалған ақшаны 5%. Қанша қалдыңыз қазір машинаны? Қазір біз 4 миллион 792 мыңға сатып алдыңыз. Сатып алдық. Аха. Соның жаңағы 3 миллион 360 мың жаңағы Амана драйвқа ай сайын бөліп бересіз. 4 жылда құтыласыз, Алла қаласа. Енді қазір енді жолдасыңызда былай шамалы финансовый нагрузка деген бар ғой, облегчение болды ма, шамалы жеңілдік болды ма? Әрине қайта жеңілдік болды ғой. Ал енді үйлеріңіз бар ма қазіргі таңда? Қазіргі таңда үйіміз бар, бірақ енді оны біз үлкейткіміз келіп отыр. Бала шаға өсіп келе жатыр, жастарымыз келе жатыр. Қандайға үлкейткіңіз келеді? Енді 2 бөлмеден 3 бөлме қылсақ дейміз, 3 бөлмеден 4 бөлме қылсақ дейміз. Әйтеуір қазақ көбейе берсе дейді ғой бәрі. Жақсы. Кеңейсе дейді. Қаншаға Амана драйвқа үйге кезекке тұрдыңыз? Қазір 17 миллионға тұрдық. Алла қаласа. Бірақ қазір өзі байқаусыз ғой, машинаның да бағасы түсіп келе жатыр, үйлердің де бағасы түсіп келе жатыр. Біз кезінде айтқан кезде адамдар күлген негізі. Енді осы жерде нақты қорытындылай кететін болсақ, бүгінгі эфирді
сіз ашылып жақсы сөйлей беріңіз. Жалпы қандай ойыңыз бар Аманат Драйв туралы? Немесе жаңағы салыстырмалы түрде? Басқа банктермен салыстырғанда әрине пайызсыз төлейсің, алған ақшаңды ғана жаңағы бөліп бересің. Ешқандай ол менің сөзімді айтпасыз қайттан. Оны халық уже құлағы толып қалған ол сөзге. Енді әрине мынау қарапайым халыққа қайта жеңілдік деп ойлаймын мен. Қалтаға көтерімді. Ең бастысы бұл халықты құлдық санадан құтқаратын жоба ғой. Біз бұл өмірге ақша тауып кредит төлеуге келген жоқпыз. Біз өмір сүруге келдік. Дайте мне просто жить без процентов деген сөз ғой. Қазақтарға орысша айту керек қой. Соны мысалы маған өмір сүруге мұрсат беріңдерші. Мен өмір сүрейінші. Енді қараңыздар, банктер ақша печатать етпейді. Өзіміздің ақшамызды өзімізге беріп жатыр. Бітті. Міне қазір сізді банктен құтқардық Аллахтың қалауымен. Маған бір жоғары жақтағылар айтады, ойбай осы банктер жамандамашы. Мен қалай жамандамаймын, егер де ол мен халқымды тонап жатса таңертең кешке дейін. Олар төлей алмай қалса үйін тартып алады, машинасын тартып алады, алғашқы жарнасын тартып алады. Егер де осыны төлей алмай қойсаңыз, қазір сізден машинаңызды тартып алады. Ай сайынғы төлеген 140 мың теңгеңізді тартып алады. Алғашқы жарна қанша бердіңіз? 5 миллион 200 ғой. О 20%-ын ба төледік қой? Иә, сол 20%-ыңыз сол где-то қанша болды берген алғашқы жарнаңыз? 7 миллион машинасы ғой, иә? Сонда 2 миллион төлеп тұрсыз ғой? Миллион 800. Миллион 800-ді де бермейді. 141 мың теңгені де бермейді. Машинаны да тартып алды. Еще мынау қалған ақшадан жаңағы 4 миллион 900 мың теңге ма? 4 миллион 800 мың теңгені мойныңызға іліп қояды. Бұл деген тапетал түсті халықты тонау деген. Мен осындайға шыдамаймын. Қаным қарайды осындай дейсем ше. Кешегі мына оян қазақты көрген адамдар айтып жатыр, сенің сөздеріңді біз сол кезде түсініп жатырмыз деп. Әлі оянып жатқан жоқ қазақтар. Қайта сіз қазақтар айтады ғой, есім барда елін тап деп. Қайта сіз есіңізді жинап, қой мына қара бала не деп жатыр, осы бәлем барып білейікші деп қайта киеліп, біліп, бізді қайдан білдіңіз өзі? Сол жүру жолдастар арқылы, Инстаграм арқылы. Өзіңіз таңдадыңыз, өзіңіз қаладыңыз, пайыз өмір сүруді. Ең бастысы қазіргі уақытта осы бізді көріп отқан қазақтарға не айтасыз? Осыны. Мен мысалы үшін Қарлығашты көргенде мен қуанып отырмын. Неге? Өйткені мен құлдық санадан бір адамды болса да шығардым деп ойлаймын. Сөйтіп бүкіл Қазақстанда шығарғымыз келеді, сіз сияқты. Оларда деп жаңағы 70 мың төлеймін ғой әйтеуір ойнап күліп жүріп қазір жолдасыңыз төлесе, соған мен қуанамын. Менің жетістігім сол. Маған не пайда десеңіз. Сіз сияқты қаншама адамға жағдай жасасам, сол пайда маған. Ал мен жаңағы сіздердің ақшаларыңызды ұрлап, шетелге барып, қашып, о жақта бақытты өмір сүремін деген менде не жоқ? Ой жоқ, мүлдем. Керек болса стенкаға тұрып, мені атып тастаса да, мен жаңағы артымды қазатындар, мен не істейтіндер, даттайтындар, мына жамандайтын жаңағы Ресейге бағынышты телеканалдар бәрі мені жамандай берсін. Маған онда ешқандай нем жоқ. Олардың жұмысы сол. Радионы ашып қалсаң жаңағы бір-бірін өлтіріп жатқан қазақтар, ананы тыңдасаң, ана қазақ жек көріп кетесің. Сондықтан мысалы үшін мен сіздерді жақсы көремін. Неге? Өйткені сіздер бүгін дұрыс шешім қабылдадыңыздар. Енді қанша бала шағаңыз бар қазір? 3 бала шағаңыз сіз сияқты кредит төлеп жүрген қалайсыз ба? Езу тілініп таңертең кешке дейін. Арқа еті, арқа болып, борбай еті, борша болып қаншама қазақтың жігіттері таксовать етіп жүрген. Жолдасыңыз кейде таксовать етуге шыға ма? Шығады андасында. Не үшін? Сол кредит жау үшін ғой. Кредит жау үшін. Көрдіңіз бе? Біз сонда мемлекетке емес, отанға емес, баспанаға емес, кейде біз банкке қызмет жасап кетеміз. Осыны міне тоқтаттық бүгін. Сіз үшін бүгін 140 мыңнан 70 мыңға түсу, өз машинаңызды өзіңіз алып, Аманат Драйвтың қожайыны болып отырсыз. Альхамдулилля. Ал мен бүгінгі бір отбасым болса да бақытты өмір сүруге қадам бастырдым. Баспана және жұмыспен қамту деген осы. Сізден гөрі мен қатты қуанып отқан сияқтымын. Байқайсыз ба? Байқаймын. Мен де қуанып отырмын. Сіздің қуанғаныңыз экраннан көрінбей тұр ғой. Сіз тыңдап отырмын. Енді қазір жолдасыңыздың атын Нұрлан екенін көріп тұрмын. 78 жылғы. Былай қарасаңыз жап-жас жігіт 2028 жылға дейін құлдыққа кірген екен. Бүгін мен 2023 жылы 5 жыл болса да оның жаңағы өмірін бостандыққа алып келдік. Экономикалық бостандыққа алып келдік. Сондай қаншама қазақтың жігіттері сондай еркін өмір сүрсе, қалған 70 мың теңгесін сізге гүл әкеп отса, бала шағасына памперс, тамағын әкеп отса, немерелеріне кейін қарап отса, осының өзі біз үшін бақыт. Қуаныш. Қазақ еліне құлдық санадан құтылған азаматтардың жан айқайын айта аласыз ба қазір?
Құлдық сана деген сіз әлі түсінбей отырсыз. Не айтып отырмын, мен қаяқтың құлдық санасы, мен нормально өмір сүріп отырмын. И так нормально. Я жұрт сияқты төлеп жатыр едім 140 мың теңге, не айтып кетті деп. Біздің қазіргі уақытта көпшілік азаматтар дұрыс түсінбейді негізі. Құлдық сана дегенде олар ойлайды тек қана жаңағы бір елде тәуелсіздік алмай төбесінде сол үйдің флагтары жалбырап тұру керек деп. Олай емес. Кез келген мемлекеттің елдің ішіне кіріп, банктерін қазір алып алсаңыз, мынандай мәселеге келетін. Кез келген мемлекеттің ақшасын басқаратын тетігін маған берсін, ол мемлекетте кім тұрады, оның заңын кім жазады, маған бәрі мен басқарамын. Біздің жоғары жақта көкелер келеді кетеді, біздің халық өмір бақи қарыз төлеп қалады. Мен соған стоп қоям деп әр қазақтың жігіттері шығу керекпіз. Сіз сияқты бүгін шешім қабылдап жатқан адамдарға, қабылдайын деп жүрген адамдарға айтатын сөзіңіз болса. Құрметті халқым, сіздерге айтарым осы, мен өзім осы бизнес-центр Алматы мекенжайға барып келісім шартқа тұрдым. Бір келісім шарт емес, автокөлікке де және баспанаға да тұрдым. Аллаға шүкір, мінекей автокөлігімді 2 күнде рәсімдеп шығарып берді. Міне енді баспанамызды Құдай қаласа енді аз ғана уақытта ол да шығып қалады. Оған да кішкене сабырлық керек, күте тұрамыз. Сіздерді де осында шақырамын. Мынау кредиттен кредитке, қарыздан қарызға кіргізіп отқан банктардан ертерек құтылайық, жақсы өмір сүрейік, қуанышты өмір сүрейік, оларға төлеген проценттерімізді бала шағамызға кеп берейік, басқа да жамауымызды жамайық десеңіздер, сіздерді осы Аманат Драйв жобасына келіп қатысып келісімшартқа тұруларыңызды өтінемін, шақырамын. Мінекей мен өзім қазір сіздерге дәлел болып отқан шығармын. Келісім шартымды алып, машинамды қайтадан өзім сатып алып, пайсыз жаңағы 142 мыңнан 70 мың қазір мен төлеп отырамын енді. Алла қаласа. 4 жылдың ішінде, Алла қаласа? 4 жылдың ішінде, мінекей. 7 жыл емес, 4 жылға қысқарды. Құрметті асылдарым, жақсыларым, барлықтарыңызға айтпағымыз осы. Бүгінгі эфиріміз шамалы сіздерге тұздығы татымаған болуы мүмкін. Бұл жерде интрига жоқ, бұл жерде алдын ала дайындық жоқ, бірақ ең бастысы біз мына енді ғана танысып отырмыз. Біз сіздерге осы лайв режимде сондай бір не болсын деп ойладық. Кәдімгідей 2 адамның кездесіп сөйлескенін түсіндірдік. Мен бақыттым, өйткені мен бұл өмірге келгеннен кейін құр тамақ ішіп, ұйықтап, немесе көк диванда отырып алып, кім көрінгенін айтып жатқан жоқпын. Мен Аллахтың қалауымен бірнеше жыл бойы осы еркін түрде өз басыммен, өзімнің аяғыммен, қолыммен бүкіл ақыл ойымды сарп етіп, уақытымды сарп етіп, қаражатымды бәрін осының соңында жұмсадым. Нәтижесіне өкінбеймін. Әрине, көп адамдар бізді дұрыс түсінбеуі де мүмкін, бірақ түсінбеген адам ол өмір бақи еш нәрсе түсінбейді. Ал біз осы күресімізді бастадық, жетістігіміз жаман емес. Бүкіл Қазақстанды осы жобаға кәдімгідей бір адамдай шақырамын. Қайтадан айтамын, Оян қазақ деген кино көп адамға әсер еткенін біліп отырмын. Мен көрмесем де маған жақсы әсер етіп отыр. Оның тіпті көрмесем де осы мына Қазақстанда ауада қалып тұрған энергетикасынан да қуат алып отырмыз. Әрине бізді жігерлендіреді. Қайтадан сол алаш арыстарын жанын қиып берген кезде біз неменеге уақытымызбен дүниедегі мына дүние мүлкімізбен сарп етпейміз. Тіпті керек болса жанымызды да қиып тастауға дайынбыз. Ешқандай еш нәрседен қорықпаймыз. Тек қана бір Алладан ғана қорқамыз. Ал енді өте дүниедегі қорқынышымыз қазақ елінің бәрін үйлерін құжаттары банкте болса қожайыны банк, а банктың қожайыны шетел азаматтар болатын болса, біздің өлген жеріміз сол болады ағайын. Сондықтан барлықтарыңызды еркін өмір сүруге шақырамын. Ал енді бас алады, аяғы қалады деп қорқатындарға айтқым келетіні, сіздер қорықпаңыздар, келіңіздер. Бүкіл Қазақстан осыған келетін болсақ, біз шетелден келетін қаңғыбас оңбағандардың аузына өзіміздің отбасымыздан жырып бермей, өзіміздің қолымызда барымызды бағалаймыз. Аманат Драйвтың қожайындары халық. Ал халықтың бір мәселесі бірігу. Біз біріктік, келдік, бастадық. Ал сіз қандай ойдасыз? Ол бізге қызық емес. Ең бастысы, сізден кейінгі ұрпақтар пайызсыз өмір сүрсе, елге қызмет жасаса, адамзаттың өркениеттің дамуына үлес қосса,
қазақ елінің туын көкке көтеретін болса, еркін ойлайтын болса, ешкімнен қашып, әрбір жерде тығылып жүрмесе болғаны. Үйлі-күйлі болыңыздар, пайыз өмір сүріңіздер. Сонымен қатар, құрметті асылдарым, жақсыларым, біздің сөздеріміз сүйектен өтіп жатса, Instagram парақшамызға өтіп, дайректке үй деп жазсаңыз, біз сіздерге күн сайын өтетін біздің тегін сабақтарымыз бар. Ол жерде үйлі-күйлі болудың ашық, халал, таза адамгершілікке сай жобаларын білетін боласыздар. Тіпті төлей алмаған кезде ай сайынғы төлеген ақшаларыңызды, алғашқы жарналарыңызды қайтып беретін, адамзатты тонамайтын, керісінше құлдықтан құтқаратын, экономикалық соғыстың жеңістігі ретінде сіздерге хабарлаймыз. Жеңісті кім жақсы көрмейді? Біздің жеңісіміз сіздердің үйлі-күйлі пайыз өмір сүргендеріңіз. Инстаграмда күтеміз, дайректте үй деп жазсаңыз болғаны.